бар ма? Баяғыда енді қандай шлангымен су кеп тұратын, құдықтан мотор жоқ. Бәрі шелектен тасимыз өзіміз, өз қолымызбен. Бала кезімізде. Оған дейін бір ескі үйіміз болған мына жерде. Одан бөлек Сарман ағам, ең үлкен ағамыз, тағы бір үй салды. Онан кейін бұл үшінші үйіміз ғой. Үйді ойнап жүріп салатынбыз ғой. Әкел, су әкел. Молодец. Шымалды бейіп кетті. Баяғыда біреу айтты, біздің ауылға барсаң жатып ішесің деп. Кет қуанып кетіп барса, әбден қара жұмысқа саған ғой. Сөйтіп кешке жатып ішкен ғой, сықылап. Аны ойлағың ғой, барамда жатып ішем деп ойлағың ғой, ана бейшара. Ұзаққа десеңіздер жатып жүрсіздер. Шудың бойын мекендегенді айтып жүрсеңізші. Шудың бойын мекендеген бір елік, түсі мені қиялымды қозғаса. Манарбек ағаммен. Бұл кісінің жиен бала деген өлеңі бар еді ғой тағы. Бүгін соны айтып бердік қой бағана, инстаграмға салдым ғой. Ауылыма келіп тұршы жиен бала. Жеңісхан ғой, Жеңісхан, Романның досы. Ассалаумалейкум. Мен клипімді түсірдім баяғы. Романның? Сырмынаған. Иә, мам шай ішіп ішке бар, аяқ созып жатайшы деді. Біз ертең суға барып қайтамыз, Алла қаласа. Тастыға соғып келеміз. Ұйқының алдында бір көже ішіп алайық деп. Шарапат аға. Жаңа машинаны жуғызуға кетті. Мұратқа кеттім ойқыға. Жын сағымдар